Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі ерекше құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Құрағымызға қажетті өлшемдер мен маталар. Көлемі 8,5 8,5 болатын сары матамыздан 8 штук. Көлемі 8,5 8,5 болатын ақ матамыздан 8 штук. Көлемі 9,5 9,5 болатын ақ матамыздан 4 штук. Көлемі 9,5 9,5 болатын көк матамыздан 4 штук. Көлемі 5,5 болатын ақ матамыздан 16 штук. Көлемі 8,5 15,5 болатын қызыл матамыздан 8 штук. Және де 15,5 15,5 болатын көкшіл матамыздан 1 штук қажет. Құрағымызды бастаймыз. Ең алдымен артық маталарымызды бір шетке алып қоя тұрамыз. Ең бірінші көлемі 9,5 9,5 болатын ақ және көк матамызбен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл маталарымызды бір-біріне беттестіріп, оң жақ беттерін бір-біріне беттестіреміз, түктеріне мән береміз. Мінекей дәл осылай беттестіріп, бейнеде көріп тұрғандай ортасын сызып, сол сызықтың екі жағынан екі тігіс түсіретін боламыз. Тігіп болғаннан кейін ортасындағы сызық арқылы қайшымен қиып, артық бұрыштарын қиып алып тастаймыз. Болғаннан кейін өтекпен бастырып өтектеп аламыз. Енді тігілген осы матамызбен көлемі 8,5 8,5 болатын ақ матамызды орналастырып, құрақ блогын құраймыз. Мінекей. Бір-біріне қарама-қарсы орналастырып, осылай орналастырып, құрақ блогын дайындаймыз. Дәл осылай барлығын тігіп шығамыз. Мінекей осындай құрақ блогы шықты. Бұны бір шетке алып қоя тұрамыз. Ендігі кезекте қызыл матамызды алып, түгін төмен қаратып, екі қызыл матамызды мінекей осылай қойып аламыз бір-біріне қасына. Енді осыған көлемі 8,5 8,5 болатын сары матамызды алып, барлығының артын осылай сызып аламыз. Түгіне мән беріп, сызықтарына мән береміз. Мінекей. Біріншісіне осылай, екіншісіне де осыған қарама-қарсы орналастырамыз. Мінекей. Осылай. Барлығын осылай тігіп шығамыз.
Тігіп болғаннан кейін артық бұрышын қиып алып тастаймыз. Қиып болғаннан кейін өтекпен бастырып аламыз. Мінекей өтекпен бастырып алдық. Ендігі кезекте тағы да осылай қоямыз. Көлемі 5-5 болатын ақ шаршымызды аламыз. Бұның да барлығының арты ортасынан осылай сызылған. Ендігі кезекте мінекей бір шетіне осылай қоямыз. Екіншісіне де дәл осылай қоямыз. Бірінші әрқайсының бір шетінен тігіп аламыз. Екінші бұрышын тіккен кезде бізде жүрекше шығатын болады. Ол жүрекшені шығару үшін өстіп бірінші бір шетінен тігіп аламыз. Барлығын осылай тігіп шығамыз. Тігіп болғаннан кейін артық бұрышын қиып алып тастап, өтекпен бастырып алатын боламыз. Яғни өтектеп аламыз. Мінекей өтектеп алдық. Ендігі кезекте қалған бұрыштарымызды қоятын боламыз. Мінекей алып, екінші бұрышына орналастырамыз. Дәл видеодағыдай орналастырып шығамыз барлығына. Мінекей осылай бір бұрышына, екіншісін келесі бұрышына қоямыз. Екінші матамыздың келесі бұрышына қоямыз, қарама-қарсы мінекей. Енді осылай тігіп шығатын боламыз. Тігіп алғаннан кейін бұрышын қиып, өтекпен бастырып шығамыз. Мінекей, ендігі кезекте осы екі матамыздың ортасын біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Мінекей біздің жүрекше блогымыз дайын. Ендігі кезекте осыларды орналастыратын боламыз. Ортасына көкшіл матамызды қойып, төрт жағына төрт жүрекшемізді қоятын боламыз. Мінекей төрт жүрекшемізді осылай қоямыз. Және де жан жағына жаңағы көкпен тігілген құрақ блогын қоятын боламыз. Осылай қоямыз. Сіздер өздеріңіз қалаған түсті алсаңыздар болады. Менің таңдауым осы түстер. Осылай қойып, осылардың ортасын біріктіріп тігіп шығатын боламыз.
Тігіп болғаннан кейін тігістерін өтекпен бастырып өтектеп алатын боламыз. Байқап қарасаңыздар, бұл құрақта бірнеше құрақ біріктіріліп тігілген. Мінекей біздің 4 жүрекшелі ерекше құрағымыз шықты. Өте әдемі көрінеді. Егер менің құрағым ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.